Ассалаумағалейкум. Шундай сұрау берділер. Мен яңарақ аяғымды сығардым. Вывих деп атала. Шул вақыт намаз қылманым. Хәзір тағын басырғам екен, әлі қалдырғас. Бір қалдырғас кері басмасқамы деп сұрайдар. Біріншісінен кішінің ниндегені хынау болмаһын, ниндегені ауыру бермәһін. Алла Тағала біз намазды қалдырырға тиіс түгілбіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан бетінде, әгер мана ең қорқыныс хәл болып ебет, кіші ятып қына намаз оқи ала екен, шул вақытта ол ятып оқырға тиіс деген. Хатта мана бүтінләй кішінің тәні қыбырламай екен, оның көздері генә қыбырлай, әлі ақылы орында екен. Ана шул вақытта кіші көздері менен ишара яһап, шулай намаз қылырға тиіс. Мана шулай қағидаһы, қардаштар. Қалдырылған намаздарға келгенде сізге әлбетте мана бүгінден әгер мүмкіншілігіңіз келіп шықты екен, хауықтыңыз екен, сіз қазір тағын намазға басырға тиіссіз. Қалдырылған намаздарды шул өзіңіз хисабын сығарыңыз да, көпме намаз қалған болса, шунса нәфіл намаз қылырға тырышыңыз. Түнінме онда яки күндізме, нендей оңайлы вақытта вақыт таба алағыз. Ана шул қалдырылған намаздардың орнына шул рәкағатса намаздар қылып қойғыз. Шундай қағида.